12 наурыз 2026 жыл. Бір тәулік жауған қар. Сағат 10:30. 12 градус ба? Түнде 30-дай болған ау деймін. Ерініп шықпадық далаға. Суықта. Сағат 9-да қарағанында 15 градус болып тұрған. Қимастық. Сағынышпен күтсек дағы көктемді, табиғат шіркін өз дегенін істеді. Қыс күшіне еніп апты қайтадан, ақ көрпеге орап тастап жерімді. Қыс осылай кіргізбей тұр көктемді, оңайлықпен кім береді билікті. Қаншалықты қарсыласып бақсаңда, уақыт шіркін өз дегенін істейді. Осылайша айлар аунап, жыл жылжып, өте шығар мына жалған 5 күндік. Сыйласайық, сырласайық тірлікте, уақыт өте болмас мұндай мүмкіндік. Ұлжан Нұрғалымқызы, Сарқан қаласы. Ес қалыңа қарды үйіп тастады. Балай боран соққандан бәрін сыпырып кетті. Сыртта қарас, қардың бәрі ес қалында. Бұрын тоқылдақ біздің ауылдың бағында жүруші еді. Ауылдың сыртындағы. Биыл ауылға кепті. Қара торға келді мекен, құс қанаты болды мекен, әйтеуір. Қар қалың жауды. Ақ тұмсықты қарға келген өткен аптада. Оның алдында ұзақ кеп алған. Сол енді қара торға келген шығар.